Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгін көпшілігімізге таныс, бірақ көбінде мән бере бермейтін бір жағдай туралы айтайын. Бұл аяқ-қолдың үнемі мұздап жүруі. Кейбір адам қысы-жазы аяқ-қолы мұздай болып жүреді. Ал шын мәнінде бұл жай тоңғыштық емес, ағзадағы бір жүйенің бұзылуын білдіреді. Сондықтан да бүгін мен сіздерге аяқ-қолдың мұздауының негізгі себептері мен салдары, оның алдын алу жолдарын түсіндіріп берейін. Ең бірінші, қан айналымының бұзылуы. Адам ағзасында қан жылу мен оттегінің тасымалдаушысы. Егер жүрек баяу соқса немесе қан тамырлары тарылса, жылы қан ең алдымен ішкі мүшелерге барады, ал шеткі аймақтарға, яғни қол-аяққа аз жетеді. Сол себепті аяқ-қол салқындап, мұздап жүреді. Қан айналымының бұзылуына не нәрсе әсер етеді? Төмен қан қысымы, жүрек әлсіздігі, холестериннің көбеюі, қозғалыстың аздығы. Салдары: ұзақ уақыт бойы қан айналым бұзылса, аяқтағы тамырлар тартылуы, ұюы, шаншу, қышу пайда болады. Бұл ағзадағы оттегінің жетіспей жатқанының белгісі. Йод тапшылығы. Йод қалқанша безінің негізгі жанармайы. Бұл без йод арқылы гормондар бөледі. Т3, Т4 деген гормон, олар ағзадағы зат алмасуын, энергия өндіру және дене температурасын реттейді. Ал йод жетіспесе, қалқанша бездің жұмысы баяулайды. Мұны медицинада гипотиреоз деп атайды. Бұл кезде адамда дене жылуы төмендейді, жүрек баяу соғады, қан айналым әлсірейді. Нәтижесінде аяқ-қол мұздап, тоңғыштық пайда болады. Салдарына йод тапшылығы тек суық сезіммен шектелмейді. Уақыт өте келе әлсіздік, ұйқышылдық, шаш түсуі, терінің бозаруы, тіпті дененің ісінуі де байқалады. Сондықтан йод жетіспеушілігін уақытылы анықтап, қалқанша безін бақылауда ұстау керек. Қан аздық. Қан құрамындағы темір азайса, қызыл қан жасушалары ағзаға жеткілікті оттегі тасымалдай алмайды. Оттегі азайған сайын тіндер мен бұлшықеттер тұншыға бастайды. Мұның салдары: аяқ-қол мұздайды, бозарып, ұйып, әлсіздік сезіледі. Кейбір бас айналып, жүрек соғысы жиілейді. Негізгі себептері: темір мен В12 витаминдерінің жетіспеуі, дұрыс тамақтанбау, асқазан мен ішек жолдарының бұзылуы. Сондықтан анемия кезінде тек дәрі емес, темірге бай тағамдар, бауыр ет, қызылша, алма, қарақұмық, жұмыртқа жеу пайдалы. Жүйке жүйесінің әлсіреуі, стресс, мазасыздық, ұйқының аздығы қан тамырларын жиі тарылтады. Нәтижесінде қан айналымы нашарлап, аяқ-қолдың ұюы мен мұздауы күшейеді. Егер адам ұзақ уақыт стресс күйінде жүрсе, жүйке тамырларының реакциясы бұзылып, қан айналысы баяулап қалады. Қосымша факторлар: темекі мен алкоголь. Қан қысымының төмендеуі, суықта ұзақ жүру, қант диабеті немесе бүйрек ауруы да әсер етеді. Сондықтан да аяқ-қолдың тоңуы жай ғана тоңуы емес, бұл ағзадағы бір нәрсенің дұрыс жұмыс істемей тұрғандығының белгісі. Себептерін анықтамай, тек сыртқы жылулықпен шектелу уақытша шешім ғана. Сондықтан да егер сіз үнемі аяқ-қолыңыз мұздап жүрсе, қалқанша безді, қан құрамын, жүрек қызметін тексеріңіз. Ал алдын алу үшін йодталған тұз қолданыңыз. Теңіз балығы, балдыр, сүт, жұмыртқа, теңіз, қозғалыс пен серуендерді көбейтіңіз. Стресстен аулақ жүріңіз. Деніміз өзімізге берген аманат. Әр берілген дене мүшемізге бей-жай қарамай, деніміз сау болсын, өміріміз жарқын болсын. Йод ағзадағы ең маңызды микроэлементтердің бірі. Оның басты міндеті қалқанша бездің жұмысын қамтамасыз ету. Қалқанша без йод арқылы екі негізгі гормондарды түзеді: Т4, Т3. Бұл гормондар зат алмасуды басқарады, энергия өндіруді реттейді, жүрек пен қан тамырлардың жұмысын қалыпқа келтіреді, дене температурасын реттейді,
Йод тапшылығы кезінде не болады? Йод аз болса, қалқанша без гормондары азаяды. Азада қозғалыстың күші баяулап қалады. Дәл қазіргі уақытта көптеген адамдарда осы қаназдық пен йод тапшылығы көптеп кездеседі. Тіпті 80-90% десем де болады. Өйткені көбінде адамдар қазір көбірек ұйықтағысы келеді, әлсіз, баяу жүреді, жүргісі келмейді. Осының салдарының барлығы осы йод тапшылығының салдары болады. Мұндай кезде зат алмасу баяулайды. Дене энергияны аз шығарады. Жүрек соғысы баяулайды, қан айналымını нашарлайды. Дене жылуы төмендейді. Ағзаның шеткі бөліктері, яғни аяқ қолдың мұздап тоңуы осыда. Неліктен дәл аяқ қол мұздайды? Адам ағзасындағы ең шеткі аймақтары осы аяқ қолдың ұштары. Йод тапшылығында қан айналым баяулайды. Жүрек әлсіз жұмыс істейді. Тамырлар жиі тарылады. Сондықтан жылы қан аяқ қолға жеткілікті мөлшерде жетпейді. Олар үнемі суық мұздап тұрады. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Үнемі сіздерге мен пайдалы кеңестермен бөлісіп отырамын. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ауырмаңыздар.